Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте ерекше оладьин рецептімен бөлісемін. Мені жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, қантымызды, шым-шым тұзымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін айранымызды, ас содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнды саламыз, бірнеше бөлікке бөліп, барлық рецепті астына қалдыратын боламын. Қамырымыз дәл осындай қатты қою емес, қатты сұйық емес, дәл осындай қамыр дайын болды. Одан кейін табамызды отқа қойып, майымызды құйып, жақсылап қыздыратын боламыз. Одан кейін май қызғаннан кейін осылай құймақтарымызды қасықтап салып отырамыз. Отымыздың асты өте баяу емес, өте көтеріңкі емес, орташа отқа қойыңыздар. Асты осылай қызарып піскеннен кейін осылай екінші бетіне аударып, бетін жауып 4-5 секундқа қалдырыңыздар. Осылай біздің құймақтарымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте ерекше, арасы пісіп, сондай күшті құймақтар дайын болды. Біз отбасымызбен дәл осы рецепт бойынша жақсы көреміз. Сіздер де жасап көріңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.